Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Қасиет иесі өтетін 12 жол. Бірінші, әлсіздік. Рухани күш оятар алдында адам ең әлсіз, ең нәзік күйін басынан өткізеді. Бұл сынып кету емес, жанның қайта құйылуға дайындалуы. Екінші, бақытты болу. Сәттілік ағымының алғашқы белгісі өмірде жеңілдік сезілуі. Түйсігі ашылған жанға кедергілер өзі шешіле бастайды. Үшінші, босаңсу, демалу. Ішкі қарсыластар тарқап, жан тынышталады. Бұл кезеңде адам өз табиғи күйіне қайта оралады. Төртінші, энергия, күштің толысуы. Рухани қуат денеге, санаға, жүрекке құйыла бастайды. Адам өз күшін сезініп, шынайы әлеуетіне жақындайды. Бесінші, мақсат, нысана, айқындалуы. Жолдың қайда бастайтынын анықтайды. Адам енді жан мен ақылдың емес, рухтың мақсатына қарай қозғалады. Алтыншы, жаңа бастаушылардың жолы. Қасиет ашылса да, адам өзін қайтадан оқушы ретінде сезінеді. Бұл жаңадан туған рухтың алғашқы қадамдары. Жетінші, отбасы сынағы. Туған үй, жақындар мен қарым-қатынас, тегің, бәрі қайтадан қаралады. Бұл жол ата-баба жүгін тазарту кезеңі. Сегізінші, көлеңке жолы. Адам өз ішкі көлеңкесімен күреседі. Қорқыныш, реніш, жасырын ниеттер бәрі жарыққа шығады. Бұл ең қиын жолдардың бірі. Тоғызыншы, алдау сынағы, сатқындық. Адам алдымен өз ниетін тексереді. Рух жолында шынайылықтан басқа ештеңе жүрмейді. Бұл кезең жүректі тазартады. Оныншы, риза болу, алғысқа оралу. Адам айналадағы әрбір жағдайдың мағынасын түсіне бастайды. Рухани деңгейде алғыс есігін ашатын кілт. 11-ші, көзсіздік, көре алмау кезеңі. Бұл уақытша қараңғылану, бағыттың жоғалуы. Бірақ дәл осы тұманның ар жағында жаңа көру қабілеті ашылады. Жарыққа жақындар ең алдымен түнектің ішінен өтеді. 12-ші, күшею, соңғы кезең. Рухани қуаттың бекінуі. Адам енді шайқалмайды, жоғалтпайды. Қателессе де өзін тез түзете алады. Бұл жерде адам енді қасиетке ие емес, қасиеттің өзі адам арқылы өмір сүреді. Рухани жолда ешкім жеңіл өтпейді. Себебі қасиет тек сый емес, ол жауапкершілік. Әр деңгей жанды тазартады, жүректі тереңдетеді, ал рухты күшейтеді. Егер сіз бұл жолдардың бірін сезіп жүрсеңіз, демек рухыңыз оянып келеді. Жол қайда бастаса, сонда жүріңіз. Жарық сізді бақылап емес, бағыттап келеді. Көп адам 11-ші кезеңнің бәрінен өте алады. Өйткені 11-ші кезең уақытша тұманда қалу. Көзсіздік, бағыт жоғалту ғана. Бұл жанның қараңғылықпен бетпе-бет келетін соңғы шекарасы. Бірақ 12-ші кезеңге келгенде құлап қалатындар өте көп. Себебі 12-ші кезең күшею ғана емес, рухтың толық қайта туылуы. Бұл жерде бұрынғы мен өшеді, жаңа мен дүниеге келеді. Ал мұндай ішкі өрттен, толық босанудан, жаның толық жалаңаштанудан өту өте сирек жанға ғана беріледі. Ғаламдық күштердің айтуынша, бұл 12 кезеңді жер бетінде саусақпен санарлық рухтар ғана өте алады. Өйткені көп адам өз ішіндегі қараңғылықпен, өз көлеңкесімен соңғы мәрте кездесе алады. Көбіне адам сыртқы қиындықтармен күреседі, бірақ ең соңғы сынақ ішкі түнекпен жалғыз қалу. Рух дәл осы жерде шешім қабылдайды. Қараңғылықтан қашу ма, әлде оны өз ішіндегі жарыққа айналдыру ма? 12-ші кезең күрес емес, бұл бас ию, қабылдау, тазара отырып күшею. Рухтың өз мәнін түсініп, өзінің түпкі шынайы жарығына қосылу.
Сондықтан бұл жолды әркім жүре бермейді. Бұл таңғалғандықтың емес, өз ішіндегі түнекті жарыққа айналдыруға батылы жеткендердің жолы. Осы 12 жолдың бәрінен өтемін дегенше, санаңда да, тәніңде де ғасыр өтіп кеткендей сезіледі. Уақыт баяулайды, әр сәт тереңдейді. Адам бұл кезеңдерде мың өліп, мың тіріледі. Өйткені әр деңгейде бір бөлігі өшеді, бір бөлігі қайтадан жарқырап туады. Бірақ егер адам осы жолды шынайы өтіп шыға алса, оның алдында шексіз кеңістік ашылады. Бұл кеңістік таңдау еркінде де, жарату құқында да, рухани дербестікте де. Ол адамға былай дейді: жаса, жарат, қалағаныңды қала, не алғың келсе ал, өз әлеміңді қарастыр, өзіңнің ізіңді қалдыр. Ғаламның үнінде бұйрық жоқ, тек сенім бар. Себебі осы 12 жолды өткен рухқа енді ешқандай шектеу жүрмейді. Бұл азат рухтың кеңістігі. Бұл адамның өз болмысын толық ұстай алатын деңгейі.